блогерлердің барлығы Қытайға барып, солай көбейіп кетті ғой. Бұл біздің Қазақстан рыногында қандай әсер қалдырады деп ойлайсыз? Сонда қай жағында жан сақтап қалуға болады? Почта жағында тұрып па, немесе логистика жағында тұрып па, қай жағында? Жаңадан ашылған біреуге барып сене салмайды да ол кісі. Екала. Кетті ма? Ал қош келдің Қасым Жомарт. Жалпы атым өзі бір андай бір жеңіл есімдерден емес. Негізінде жалпы бүгінгі подкасттың тақырыбына келетін. Жалпы төңірек карго, логистика, почта үшеуінің айырмашылығы жайлы кішкене талқылап әңгіме айтып, ненің не екенін түсіндіріп ашық айтып, және олардың қандай пайдасы бар, қандай минустары, қандай плюс жақтары бар. Мысалы бізде қазір карго жақтан Астананың өзің жүрсің ғой. Біздің каргода вот соны нақты толық жауап бере алатын. Мен ойымша жалғыз өзіңді қазір арамызда полностью айтатын. Карго бәрімізге бірге болғанмен, бірақ толықтай түсіндіріп беретін өзің болғандықтан өзіңмен жалпы осылай подкастында әңгімелесуге осы ортада сол түсіндіріп өтсең өзің. Карго, почта, логистиканың айырмашылығы, мысалға логистика деген официальный товар кіргізумен айналысатын компания ол кезде уже мысалға бір кітап бола ма, немесе бір зат бола ма, оған міндетті түрде сертификаты болу керек. Осы Евросоюздың. И оған налог төленеді, НДС. Мысалы Қазақстанның өзінің заңы бойынша бір товардың НДСін төлеп, сертификация арқылы кіреді, тек қана солай кіреді, заңды түрде кірсе. Ал карго дегеніміз, каргода тоже растаможка жасалады границада. Ол товарды алып газель өткізіп жібере бермейді да. Ол жақта мысалға бір упаковка болады, бір упаковканың ішінде киім болады, немесе бір упаковканың ішінде хоз товары болады, немесе обувь болады. 3 түрлі сегмент бар. 3 түрлі сегментте растаможка істелінеді. Ең арзаны хоз товар, одан кейінгі қымбаты обувь, одан кейін киім, ең қымбаты киім. Өйткені оның киімнің тығыздылығы аз болады да, ал көлемі кішкентай болады. Ол фура, мысалы фурамен келетін болса, фураға салмағын көп салмақ тигізеді да, орны аз алғанымен салмақ көп та. Ал бағана почта дегеніміз, ол почтада қазіргі таңда через нау Пиндоdo 1688 официально Қазақстанға шейін доставка деген бар ғой, почтамен солай жұмыс істеп жатыр ғой. Ол кісілер бұлай жасайды ол компаниялар. Қытайдың бір экспресс доставкамен айналысатын компаниясымен серіктес болады. Мысалы айта кетейік, 138 экспресс, 139 экспресс деген сияқты. Біздің Қазақстандағы компания официально Қытайдағы компаниямен серіктес болады. Сөйтіп, ол компания товарды Қазақстанға шейін алып келіп береді. Шекараға дейді. Біздің шекарада, ол карго ол да каргоның жолымен келіп жатқан товар. Екі-ақ сегмент просто. Просто олардың системасы сәл басқа. Қазақстанға келген уақыт өзгере келеді. Ар жақтан бір системамен келеді. Қазақстанда бұлардікі отделенияларға сортировка етіп центральный несіне жібереді. Қысқаша айтқанда, ол да каргомен келіп жатыр, каргоның жолымен. Жалпы ол жердегі тасымал бір почти. Онда қатты айырмашылық. Жалпы осы олардың мысалы каргода основной килограммға, өзің айт. А почта, логистикаларда қалай? Барлығында товардың көлеміне қарайды, тығыздылығына қарайды. Логистика бар ма, почта бар ма, барлығында солай қарайды. Ал мына почтада кішкентай товарлар, мелкий пакетті, ол жерде основной сондай заттар. Ал мынандай үлкен көлемде товарный бизнеспен айналысатын кісілер почтаға барып жүгінбейді, олар біз секілді осы карголарға жүгінеді да. Баға жағынан тиімді карго значит. Өте тиімді болады. Официальный доставкадан де карго тиімді болады. Уақыт жағынан ше? Уақыт жағынан да карго тиімді болады. Қанша күнмен, айырмашылық қандай? Мысалы логистикада официальный перевозкамен алып келетін болса, кемі 10 күннен жоғары болады. Қазіргі таңда официальный оның декларациясы бар, оның счет фактурасы бар. Одан бөлек бағана айтқандағыдай налог төлейді, қағаздар бәрін турлап жүріп, уақыт көп кетеді да. Ал каргомен келіп, каргоның келу уақыты қазір қысқаша айтқанда 5-10 күннің ішінде келіп жатыр ғой. Тиым салынған товарлар поштада көріп бола ма, или жалпылама бәрібір логистикаға да негеде бір ма? Тиым салынған товарлар бар ғой, поштаға кіріп көрсең мынандай товарларды алуға болмайды деп қояды. Ол жерде барлығымен бірдей касается ол.
почта бар ма, карго бар ма, немесе бағанағы логистический компания бар ма, барлығына бір, өйткені Қазақстанда Ресеймен соғыс болып жатыр ғой, мысалға дрон алдыруға болмайды. Кәдімгі дрон алдыруға болады. Военный дрон, немесе военный камуфляж киім бар ғой. Берді сондайлар алдыруға болмайды. Строго запрет оған. Өйткені Россияға жібереді. Өткізіп жібере ма деп жатыр да. Иә, өткізіп жібере ма деп. Ол запретті мемлекет қояды. Иә. НДС деп қалдың, бана мысалы сендерде НДС төленбейді. Значит, каргомен алдырса. Төленбейді. А поштамен төленеді. Ол клиент төлемейді ғой, компанияны өткізеді. Компанияны өзі. Бірақ олар қосады ғой по-любому клиентке. Ау? Клиентке ол қосады ғой, мысалы ол килограммына осыны ол жасырын қосып жібереді да. Жасырын қосады. Сол үшін қымбат болады да. Иә. Жалпы ол жақта НДС қанша процент бізде Қазақстанда белгіленген? 12%. 12%. Мысалға, бағана официальный перевозкамен бізде айналыса аламыз ғой. Официальный перевозка жасаймыз полный. Бірақ ол кезде біз официальный істегендіктен счет ақшаға түседі ғой біздің. И біз өзіміздің счет арқылы компанияның Қытайдың счетына жібереміз. Сол үшін бізде НДС 12% қосамыз. Одан бөлек тағы проценттер бар қосылатын. 1%. Оның бәрі бір есептелінеді. Клиенттің қайта мазаламашы. Иә, оны ашып айтамыз. Оның бәрі прозрачно бір. Иә. Жақсы. Мысалы, каргоға заказ берудің ең тиімді деген тұстарын айтып өтсең. Мысалға қандай товар? Баға жағынан болсын, сатуға арналған товарлар. Мысалы, Каспиймен айналысып жатқандар көп өзіңіз. Олардың көбісі мысалы барахолкіден алмайды қазір уже, білет, ана жақтан прямо алдыртып алады, и потом Каспийде сата береді жаймен де. Иә. Сондай моменттерде. Ондай моменттерде бірінші очередь сол мысалы товарный бизнеспен айналысатын сол кісі бағасын салыстырып көру керек. Каспиймен ол так ясно. Одан кейін товардың тығыздылығын өлшеу керек. Тығыздылығын өлшемесе де біздің менеджерге жазса, осындай товар алдырғым келген еді деп фотосын жіберсе, біз өзіміз размерін уточнять етіп, тығыздылығын білеміз да, плотность товары. Сонымен есептелінеді доставкасы за килограмм. И сөйтіп клиенттен сұраймыз, сізге қанша штук керек деп. Ол кісі 100 штук десе, есептеп бөліп, мынаншадан келеді, $1,5 келеді, немесе $2 келеді за килограмм деп айтылады. Ол уже килограммға байланысты. Иә, ол барлығы прозрачный. Біз ол клиентке бірінші очередь баға кестесін жібереміз. Баға кестесі бізде қазір мындай деп. Ол баға кестесінде товардың тығыздылығына қарай қанша доллар болатыны жазылып тұрады. Қиын емес жалпы. Қиын емес. Ол бизнесте жүрген адам оны сразу біліп отырады. Онда көп адамның мына жерде түсінбейтін де бар, Қасым-Жомарт. Мысалға логистика деген не, карго деген не? Айырмашылығы қандай дейді? Екеуі де бір деп түсінетіндер бар, екеуі айырмашылығын түсінбейтіндер бар. Бағана айтып кеткендегі ол логистика деген мысалға жалпы әлемдік логистиканы айтайыншы. Иә. Мысалға мен түсінігім бойынша өзім айтып кетейін осы жерде. КамАЗбен келатыр ғой, мысалға КамАЗбен тасымал компания бар, тек қана о бір жерде тұрады КамАЗы, сол КамАЗдарым бар. Каргоның может быть КамАЗдары жоқ, менің сортировочный центрім бар, немесе бір складым бар, сол жерге алып кеп логистика төгеме, немесе карго төгеме. Мысалға сен карго болсаң, бір екі жақта складың бар Қытайда, и мына жақта ортада жүрген, бірақ логистика ма, карго ма ортада қайсысы? Ол жерде смотря қандай компания екеніне. Мысалы қазіргі таңда көп біз каргомыз деп Инстаграмда, ТикТокта байқасаңыздар көбейіп кеткен. Оның барлығы негізі карго емес. Олардың барлығы, мысалы, біздің компания бар ғой, сол компания сондай кішкентай типа карголардың филиалдары бар карголарға товарды алып кеп береміз. Ол кісілер мүлдем жұмыс істемейді да, Қазақстанға келгенге шейін. Сіздің сұрағыңызға жауап берейін дегенде, ол жерде мысалы Қытайда бізде Иуда и Гуанчжоуда склад бар ғой. Иә. Ол жерден өзіміздің компанияның фурасымен келеді Қазақстаннан Алматыға шейін. Демек мен түсінуім бойынша каргоның өзінде де КамАЗ болуы мүмкін ғой. Логистика емес, логистиканың тек қана логистика компания емес, карго компанияларда өзінің КамАЗы болуы мүмкін ғой. Иә, бұл карго, мысалға карго деген ол Қытайда логистический компания болып тіркелген официально. Официально солай тіркелген. Просто Қытайда неден біздің Қазақстанда қыспай сәл жеңілдік істеген да, мемлекет солай жұмыс жасауға мүмкіндік беріп жатыр. Біздің Қазақстанда ондай мүмкіндік жоқ. Мысалы қазір Ресейге товар жіберетін болса, мысалы логистический компаниямен налогы бар, НДС барлығын қосып жібереді. Карго система жоқ та. Ол жоқ. Сен жаңа айтып қалдың еще, біздегі Қытайдан шыққан фура Алматыға дейін еш жерде ауыспайды,
Жоқ, ауыспайды. Ал басқа кейбір карголарда олар Харкоста, основном Харкоста ауысады, Үрімшіде. Үрімшіде ауысады. Қазақстаннан басқа фура барады, Қытайдың фурасы сол жерден төгіп, обратно. Жоқ, ол болады, бізде де болады солай. Ондай ма? Иә, ол Қытайдың фурасы Қазақстанға кіріп кетпейді ғой. Кіре алмайды, иә. Прямо До конца, бірақ бір жол біздің жолда ол. Иә. Анау Қазақстандағы фурада біздікі, Қытайдың ішіндегі жүргенде компаниянікі да. Оның бәрі уақытпен есептелініп барылады. Иә. Істелінеді. Ол жолда пересадка болмаса, негізі 3 күнде келіп алатын еді Қазақстанға. Просто бір күн сол границада тұрады, екінші күні перегруз болады, солай уақыт кішігірім ұсталып қалады да. Сондықтан 5 күн, Иә. самый жылдам. Барахолкадағы товарларды қайсы компания алып келеді? Логистический компания ма? Жоқ, олар карго алып келеді. Карго. Иә. Ол барахолкадегі жұмыс жасап жатқан сол қазіргі сатушылар, олардың барлығы системасы былай жұмыс жасайды. Мына жақта бір доңған жігіт болады, мына жақта бір Қытай жігіт болады, барлығы ортаға ақша тастайды да. Сөйтіп товар закуп істейді. Олар біз сияқты біздегі товарный бизнеспен айналысатындар 16.88-ден көріп, сатып алып Каспийге сата береді ғой. Олар олай істемейді. Олардың сол жақтағы барахолкадан закуп жасайды. Барлығы ақша қосып закуп істейді да. Одан кейін барлығы бірдей бір фурамен алдырады. Мысалға, сразу 3 фура келеді или контейнермен алдырады. Олар соның арқасында доставкадан өтеді да. Сол үшін барахолкада баға қатты жоғары емес та. Арзан. Иә. Ал өзің Қытайдан бір штук алдыратын болсаң, барахолкамен бірдей болуы мүмкін. Иә, енді мынандай сұрақ туындайды осы жерде. Мысалға 16.88-де Таобауда или Пиндодада сатып отырған адамдар онда екінші қол болуы да мүмкін ғой. Аналар прямой алып отырған бұл зауыттан болмаса да бәрібір неден зауыттан кейінгі адамнан прямой алып жатыр, иә? Иә, ол жерде бір қол емес, даже үш қолдан өту мүмкін. Бізде мысалы 16.88-де. Иә, мысалға бізде қазіргі таңда Каспийде және Вайлдберристе товар сатып жатқандар бар ғой. Тура сол сияқты Қытайлар сол жақта товарный бизнеспен айналысады. Олар заводпен тікелей жоқ 16.88-дегі адам барады да барахолкадан сатып алады. Қытайдың барахолкасынан, Юда и Гуанчжоудағы ше. Сол жақтан зат сатып алады да. Сөйтіп Пиндодоға әдемілеп инфографикасын ана сатып алғым келе береді ғой. Сөйтіп істеп қояды. Мырза сізге звондап жатыр. Аласыңыз ба? Алып келе салыңыз. Қандай да моменттер болады бізде. Енді мынаны сөйлессек, Қасым-Жомарт. 15-і Қытайға шығып бара жатырмын, виза алдым дедің. Сол туралы сөйлессек, қандай сапар? Қандай сапармен барасыз? Сол бірінші очередь біз бағана айтқандағыдай каргоның мәселесімен компанияның біз официально қазір дистрибьютор болып жұмыс жасап отырмыз Қазақстандағы и Россиядағы. Соның енді біз франшизасына барып қол қойып келісімге отырып франшизасын береді да бізге. Ол франшизасын алғымыз келіп жатқан басты мақсат ол жерге бізге баға прозрачный болады. Пайда жағынан кішігірім бізге пайда көп болады да. И бір жағынан бірінші жұмыс сол, екінші жұмыс бағандағы Гуанчжоудағы Кантон жәрмеңкесіне барамыз. Иә. Үшінші жұмыс сол полный рынокты зерттеп, анализ ету. барахолка, сол жақтың барахолкасының список жинау. Біздегі мынау Алматы қаласына барахолканы алмастыру ғой енді. Кішкене болсын. Анау онда қазіргі алып жатқан дистрибуция вообще бөлек бизнес қой, бөлек бизнесқа жатады ғой, дұрыс па? Иә, ол дистрибуция каргоға кірмейді, басқа. Жоқ, ол да каргоға кіріледі. Просто ол кезде біз не только карго, уже біз логистикалық компания боламыз да. Уже официально болады. Иә, официально логистикалық компания болады. Логистикалық компанияның официальный несі, иә, мына дилерлері болып. Мысалға, SDK, DHL-дің әр жақта несі бар ғой, дилерлер ше, мысалы. Қалай айтсам екен, типа офистерін ашып қояды, головной офис. Қазақстандағы және Ресейдегі офис біздікі болады да. Неше жылдық тәжірибесі бар компания? 10 жыл. Қытайдікі 10 жылдық компания. Қайсы сегментке қызмет етеді көбірек сонда? Осы кезге шейін B2B бизнесіне қызмет етіп келе жатыр. Енді уже жай көшіп жатыр. Ритейлға көшіп жатыр, себебі көп адам прямой закуп жасап жатыр ғой, соған байланысты көшіп жатыр ма? Иә, соған байланысты. Ритейлді маржа көп болып кетіп жатыр да қазір. Өйткені көбісі сонымен заказ беріп жатыр ғой. Онда пошталық компаниялар көп заказды алып жатыр ғой. Қазпоштамен тағы бір компания бар, пошталық неде істеп жатырған, иә, бизнес моделінде істеп жатқан. Екі компания ма немесе көп па Қазақстанның ішінде? Мен білетін 3 компания қазір. 3 компания болды ма? 3, иә.
официальный доставка. Оларда заказын өлчедіңіздер ма, қандай заказ, қанша заказ алып тұрыпты, олар кетіп баратыр ма, немесе? Олар жақсы жұмыс істеп жатыр. Осы кезге шейін мысалы бір компания білем, атын айтпай ақ қояйын. Олар каргомен жұмыс істейтін, бағанда мен айтқан система. Ол система былай, мысалы Pinduoduo'дан заказ беретін клиенттер, оның базасы основном. Олар клиенттерге адресін береді, Қытайдағы мысалы Юда складын, Юдағы клиенттердің бәрі заказ береді, әр клиентке жеке код беріп, сол Юда складты упаковка істеп Алматыға жібереді, Алматыдан келеді де жан-жаққа Қазақстанға бөледі. Черный жолмен жібереді, драйвермен. Сөйтіп клиенттер $5 төлеп товарын алып кетеді. Солай жұмыс істеп жүрген осы кезге шейін. Сөйтіп осы жылдан бастап, осы жыл майынан бастап па, ортасынан бастап, олар Қытайдың бір компаниясымен келісімшартқа отырды. Экспресс бірдеңе деген. Сөйтіп айтпай қойын, біліп отыр негізін. Сөйтіп сол компаниямен жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда олар былай жұмыс істеп жатыр. Сол экспресс Қытайдағы компания бар ғой, солардың складына бүкіл клиенттің товары келеді да, олар Алматыға шейін жеткізіп береді. Алматыдан мыналар өздері тарқатады. И бұлар мысалға бағанда китайский сайтынан, мысалы Қазақстанның шеткі бір ауылынан болсын, Түркістан облысында бір Жетісайдан болсын, мысалы сол Жетісайға шейін карта көрініп тұрады оған сайттан. Бұрын ондай болмаған. Бұрын қолмен, WhatsApp-пен сообщение жазып отыратын болған. Товарыңыз келді деп. Қазіргі таңда дамып кетті да, товарыңыз келді деп Қазақстан шетіндегі ауылда болсын көрініп тұрады оған. Бәрін біліп отырады. Бәрін біліп отырады, иә. Сен сосын бағана айтып қалдың, мысалы Pinduoduo'да бәрі қазір біздегі қайтса мысалы Pinduoduo'дағы бағаны біз бәріміз ойлайды, завод еще видеоларда да айтып жатады, завод бағасымен әкеп беремін дейді, бірақ Pinduoduo'дағы баға көрсетеді да. Сен жаңа айттың, Pinduoduo'дағы сатушы үшінші немесе одан да 4-5-те болуы мүмкін. Значит, оның түпкі бағасы, мысалы сен жаңа қытайлық іс-сапарға бара жатсың ғой, вот сол жақта уже сен почти бірінші адамға да жолуы мүмкін, немесе екіншіге де, иә? Иә. Екінші адамдар сен алып бөлу мақсатын. Екінші адам ғой. Списігін алып бөлу. Значит, баға тағы төмендеу болады. Ол сатушылар үшін тиімді, бірақ бір реттік сатып алушылар үшін қазіргі система тиімді болып қала береді, дұрыс па? Қазпоштаның да жұмысы осындай емес па, Қасым-Жомарт? Бәрібір олар да бір компаниямен серіктес болып қойды, шекараға дейін алып келіп береді. Шекарада бұлар КамАЗын қойып қойды, тиеп алады, отделениясын алып келеді. Негізінен сортировочный центрден отделенияларына таратып жібереді. Сол система, иә. О, ритейл жаңа бір рет сатып алушылар үшін, сатушылар үшін емес, оларға тиімді, өйткені көріп тұрады система бар. Сатушылар үшін ол тиімсіз болады. Мысалға мен бір коробканы үлкенді алатын болсам, уже әжептәуір баға шығады пошта арқылы, дұрыс па? Иә. Мен сатуға кейбір тауарларды ала алмаймын бәрі пошта арқылы. Иә, мысалға сатушылар $4-5 шығар, қазір орташа есеп, орташа бағасы $4-5 әкеп сататын болсаң, оның маржасы сол доставкасына кетіп қалады да. Каргомен алдырған, сол товар 4-5-пен алып келетін товарды карго 1-5-пен әкелуі мүмкін. Сол сияқты да. Біраз разница бар екен ғой. 2-мен алып келуі мүмкін. Ол товардың тығыздылығына байланысты сол. Тығыздылықты қандай примерно өлшеуі мүмкін клиенттің өзі? Біз есеп айтып қоямыз. Мысалға, товардың ұзындығы, ені, көлемін есептейміз да. Өзінің есебі бар. Көбейтіп салмағына бөлеміз да, сөйтіп товардың тығыздылығын шығару бір үйретіп қоямыз сол клиентке. Ары қарай өзі қолына үйреніп алады, біліп отырады. Кейін өз заказ бере береді. Жалпы тығыздылық деген мына кітапта мысалы тығыздылық өте жақсы. Иә. Мынаның іші пустой емес себебі. Солай жеңіл түсіндірсек деп. Иә. Тумбочканы алатын болсаң, оның ячейкалары, оның ішінде пустой келетін месталары мысалы. Каждый почти былайша айтқанда пустой келеді, көп орын бар оның ішінде. Иә, солай болады. Сол сияқты. Мысалға айтқанда анау камералар бар, камералардың ішінде де пустой орындар болады да, кішкене тығыз болып тұрмайды да, бір-біріне жабысып. Сосын оның доставкасы кішкене қымбат болады. Сол секілді. Ол жақта салмақты аз болады. Иә, бір не бар, калькулятор жасап қойса да болады екен де, онда осыған арнайы, мысалға мен не зат екендігін нақты базаға кіргізіп қоюың керек болады да, онда нақты еніне несін өлшесең компьютердің өзі өлшеп береді, ыңғайлырақ етіп береді. Станок болса оның ені размерін өлшесең ыңғайлы, сұрап та отырмайсың. Ондай калькулятормен істеп жатқан сіздер сияқты компаниялар жоқ па? Жоқ, ол просто ол кезде бір нәрсе бар да, еске ала кететін. Кейбір товарлар тығыздылығы аз болғанмен көппен есептеліп кетеді да. Мысалға айтқанда, рулон
бар ғой, мысалы ұзын заттар уже кубпен есептеліп кетеді олар. Өйткені көп аумақты алып жатыр ғой. Енсіз заттар. Иә. Ол заттар уже кубпен есептеледі. Кубы мысалы қазіргі таңда бізде $350 ғой бір куб. Ең төмен бағалардың бірі ол. Қазақстан. Иә. Ал бағанағыдай товарный бизнеспен барахолкідегі мысалы бір киіммен айналысатын кісі бар, біздің Алматы қаласында. Соған товар әкеліп беріп жатыр, қазір жеткізіп. Мысалы сол кісілерге мүлдем басқа баға болады. Өйткені ол кісілер уже үлкен объемнан алдырады да. Үлкен объеммен мысалы $220, бір кубын $220 алдырған кезде болды. Енді қара, мысалы бізге алып бұл Ақтаудалық. Сен жаңа айтып қалдың, барахолкідегі адам сен арқылы өзіне товар алдырып жатыр. Ол оны Ақтаудағы адам, базарда зат сататын адам, сен мынаған әкеп бергеннен кейін ол мынадан келіп алып кетеді. Дұрыс па? Иә. Значит, ол саған мынаған келмек, саған заказ беріп, ол мынау алған бағада өзіне алып кетсе болады. Иә, солай болады. Прямойда алып кете салады. Иә. Егер де білсе. Иә, ол уже басқа бағана айтқан адам уже сатып атқан адам полный біледі ғой, не өзіне қандай товар керек екенін. Біз бұйырса сол Қытайдың барахолкасына барып, полный список істеп қоямыз. Мысалы строй магазині бар адамға список жасап қоямыз. Ол жерде бір ғана сатушы емес, талай сатушының тізімі болады. Біз ол кісі сол біздегі Қытаймен барахолкасына байланысқысы келген адаммен бір рет өзіміз жолды көрсетіп қоямыз да, одан кейін WeChat таныстырып қоямыз. WeChat арқылы өздері сатып жұмысына сөйлесіп береді. Прямой ала береді. Иә, прямой ала береді. Ортада сіздер де болмайсыздар. Иә. Біз только жеткізіп беріп отырмыз. Прозрачно, өте жақсы. Мысалы қара, қазір жалпы былайша айтқанда базар, магазиндер жылдан жылға қалып бара жатыр. Интернет сауда деген өте жақсы дамып жатыр. Енді основном сол интернет магазиндер ашқандар бар, Инстаграмда сататындар бар. Ал TikTok қазір қаншалықты маңызды TikTok осы бизнестерде. Основном бізге тасымал болғаннан кейін основном біздің таситынымыз товар. Иә. Жүк, товар. Оны көбісі өзіне алмаса да сатуға алып келіп сатуға. Оның өзі бір бизнес, товарный бизнес, дұрыс па? Алып келіп мына жақта сатуға. Енді оны сатудың да жолы көп. Біреу Инстаграмда сатады, біреу TikTokта, біреу Каспиде. Осы жерде TikToктың рөлі. TikTokпен жақсы сауда істеуге бола ма? Карго арқылы алдыртып товар TikTokта сату. Иә, ол жерде, конечно, жақсы сауда жасауға болады. Ол жерде система өзгермейді ғой. Просто сататын базар өзгереді да адамда. Иә. Каспиде, TikTokта, мысалға, OLX бар ма, ар жақ бар ма? Просто ол жерде өзгеріп отыратын бір ғана жүйе, бағана алатын Каспидің проценті бар ғой. Иә. Сол ол жерде біз енді TikTok қанша процент алатынын білмейміз. Мысалы 30% алатын болса тиімсіз болып қалуы мүмкін да. Одан кейін Каспиден сатып алған дұрыс. Ал оны әлі бізге ол система кірмегендіктен білмейміз. Жоқ, бізде TikTok процент алмайды ғой. TikTokта сату деген отқан не? Мына жақтағы TikTokта айтамын. Қазақстанда. Былай деп жатсың. Иә, кәсіпкерлер қандай өз пайдасына іске асыруға болады мысалға. Мысалы біздің услуганы пайдаланып отыр. Карго біз тасымалын жасап бердік ол кісінің. Мысалы 10 кітап алдырды, біз 10 кітабын әкеп бердік. Енді ол сату болғаннан кейін оны сату керек қой. Енді кіріп жатқандар. Иә, енді кіріп жатқандар. TikTok арқылы сатам деген ой болса, сата алады ғой. Иә, сата алады, конечно. TikTok деген қазір тегін таргет. Қазақстандағы несі да, қазір TikTok бізде қаншалықты маңызды айналысу. Мысалы біздің каргомызда біреулер білу үшін біз қазір TikTokта бармыз, иә? Инстаграмда да бармыз. Алма TikToктың күші қандай? TikToктың күші қазір статистикамен қараса, басқа да нелер бар ғой, соцсеттер ше. Соцсеттер Инстаграмнан сатып атқандар бар, WhatsApp'тан да сатып, Телеграмнан сатып атқандар бар. 70% қазір адамдар уақытын TikTokта құртады деген статистикамен. Вот соны есепке алатын болсақ, мықты сатуға болады. Бағанағыдай любой товарды. Любой товар. Потому что ол жақта қанша адам отыр. Иә, сіздерде де мысалы бізде ана каналда да. Иә, біздегі сату ол товарды көрсету да. Иә. Көзге көрінбей жатқан нәрсені көрсетіп, сол арқылы солай. Жалпы әкелгеніңіз дейсіз ғой. Мен сұрақ қойын Нұрекеңе. Сізде өзіңізде жалпы осы қазіргі таңда визамен бәрі Қытайға барып, осы жылдан бастап байқасаңыз, блогерлердің барлығы Қытайға барып, солай көбейіп кетті ғой. Бұл біздің Қазақстан рыногына қандай әсер қалдырады деп ойлайсыз?
барлығы Қытайға барып кетсе. Ол барлығы Қытайға барғанмен де бұл барлығы сол жақтан алып бизнес жасап кете алады деп ойламаймын. Себебі қазір біздерде қарапайым кішкентай затты Марат сұрап жатыр ғой. Кішкентай бір заттың өзін әлі сұрап жатыр да, ол не деп ойлаймын, бірден кетіп қалады, бірден сол жаққа блогерлар өтті деп прямой сатып алып кете алу қазір қиын мәселе. Өйткені кеше байқап жатырмын, бір әйел мысалға бот жасап қойыппыз, мына кнопканы басасын деп кнопканы көз алдына екі кнопканы көрсетіп қойғанның өзінде кнопкадағы жазатын жерге қиналып жазып жатыр. Кнопканы бас деп қойсаң, астына жазу етіп жазып жіберген кнопкадағы жазуды ше. Иә деп па? Иә деп. Осындай үйренуге де уақыт. Әлі көп о нәрсе үшін бірден болып кете қоймайды о нәрселер. Бәрібір ортада алып келіп беретін компаниялар керек, ол бәрібір ондай бірден қиын нәрсе. Кемі 2 жылда одан да көп болуы мүмкін нәрселер да. Блогерлер өтіп жатыр Қытайға, олар да әйтеуір арғы жақтың товарын көрсетіп жатыр, бағаны прозрачный қыламыз деп жатыр. Бірақ былай қарасаңыз, олар да основном сол тасымалған істегісі келеді. Ал мына жақта мысалы карголар, жұмыс істеп жатқан карголар жаңа барахолканы өзі алдыртып жатыр да. Уже олардың уровеніне жетуге әлі оларға жұмыс істеу керек болды. Әлі біраз уақыт бар жалпы. Негізі мен жеке ойымда қазір бізден барахолканы қарасаң, қазақтар 5% жер, 95% басқа ұлт жер. Орташа есеппен алғанда ше. Мысалы 10% тек мейлі, 90% Қытай ұлты немесе дұңған, ұйғыр. Дұңған основном көп. Олардың барлығы Қытайдан келгендер, Қытайда туысқандар тұрады да, ол халықтың. Ешқандай нем жоқ, нацизм емес. Просто айтып жатқаным біздің осы қазақ жігіттері қазір жұмыс жасап жатқан. Солардың орнын осы жолмен алмастыра аламыз да. Қазір енді адам бәрі онлайн продажаға көшіп жатыр ғой, маркетплейстер арқылы. Қызықтыру арқылы. Иә. Мысалға уже статистикаға қарайтын болса, мынау Западта, Америка, Европада 2020 жылға шейін онлайн продажаны қарап, 2020-дан кейін после карантина статистиканы қараса 75%-ға өскен. Ол бүкіл әлем бойынша сондай болған. Просто сол Америка мен Европаның статистикасы да бұл. Болашағы үстіп барып, жыл сайын мысалы қарасаңыздар, онлайн продажа деген былтырлары жай көтеріліп барадыр ғой. Сол базарға кіріп қалу керек та қазір. Онлайн продажа жалпы клиентке өте удобно қазір. Иә. Бір сөзбен айтқанда. Мысалы мен телефонды қарап отырып, өзіме керек зат көріп қалсам, сол жерден заказ беріп, оны үйіме дейін алдырта аламын. Қазір уақытта сондай возможностьтар бар. Мысалы Каспийді алып, үйіңе жеткізіп беріп. TikTok-тың өзінде де қазір жеткізу қиын емес қой. Қазақстан бойынша қаншама логистика бар қазір. Қаладан қалаға, ауданнан ауданға жұмыс істеп жатқан. Иә. Қазір жалпы бір товарды бір жерге салып жүру вообще қиын емес. Жеткізу ондай қиын емес жалпы. Сондықтан интернет сауда да дұрыс жақсы дамып келе жатыр да бізде де. Иә. Оған клиент қолжетімді өте. Сонда қай жағында жан сақтап қалуға болады? Почта жағында тұрып па, немесе логистика жағында тұрып па, қай жағында? Қайсысы бизнес моделімен, мысалға біздерді осы салада істеп жатқандар да көріп жатыр ғой. Қай жағында тұрған тиімді деп ойлайсың, Қасым-Жомарт, өзің пікірің? Может, ертең логистикама біреуі кетіп қалатын шығар, онша болмай қалатын шығар. Қазіргі тенденция бойынша. Қазіргі тенденция бойынша жаңадан бастап жатқан компания адам болса, сол жұмысты почта жағынан дұрыс болады. Өйткені ол ірі компания логистикамен айналысатын адамдарға уже ол мысалға 15 жылдан бері, 10 жылдан бері келіп жатқан компаниялармен жұмыс істейді ғой. Ол товардың бизнеспен айналысатын адамдар. Ол барып жаңадан ашылған біреуге барып сене салмайды да ол кісі. Мысалы ол жерде 200 мың теңгенің заты болуы мүмкін, 2 миллион заты болуы мүмкін, 200 миллион заты болуы мүмкін, сол сияқты. Сосын жаңадан бастап жатқандарға сол почта жағы дұрыс қой. Неге сол жағы тезірек дамиды, былайша айтқанда. Нелерге қояды, жаңа осы бизнеспен айналысып жатқандарға. Бірақ почта жағымен айналысу, осы нәрсеге кірген кісімен жақында сөйлескенде 850 мың теңге, 850 миллион теңге не салдық деді, инвестиция салдық деді. Мысалы үшін еркінің біріне қолына отделение ашу керек, отделенияларға қызметкерлер, оның жаңағы барлығы Қазақстан бойынша шарттары бойынша почтаның отделенияң болуын керек қой.
Талғарда деген сияқты, Қаскелеңде деген сияқты. Иә. Көп инвестиция кетеді поштаға, иә? Иә, оған енді ол жерде бір ол компанияның өзінде 500-ден асқан қызметкер болуы мүмкін, сол үшін ондай ақша оборотқа кете береді да. Мысалы, ол кісілер бағанағы 850 миллион теңге дедіңіз ғой. Ол жерде мысалға әрбір келіп жатқан товарға енді ол жақтан ақша төлеп алдырады ғой логистикаға. Растаможка бар, анау бар, мынау бар. Доллар мысалға орташа есеппен $1,5 $2 алып келіп жатыр да жаққа. Ол оборот айналып отырады да солай. Мысалға товарды кіргізді, біздегі клиенттері бар ғой, поштаға ақша төлеп алып кетеді ғой. Олар алдын ала төлемейді, ақша төлеп алып кетеді. Сонда ғана бұларда осы компанияға ақша түседі. Сөйтіп сол ақша былай оборотта айналып отырады да. Өзінің оборотына. Иә, оборот тез айналады да, жақсы жері бұл жерде ше. Мысалға Қазақстанда осындай неде істеп тұрған пошталар қазіргі уақытта көп емес, иә? Ішінде істеп тұрған пошталар. Мысалға DHL вообще басқа елдікі, ол пошта ма, немесе пошта емес па? Жоқ, DHL логистикалық компания ғой. Логистикалық компания. Ол ауыр нәрселерге сәйкестендірілмеген, ауырда алып келе ма? Жоқ, былай ғой. Логистикалық компанияда былай бөлінеді. Официальный. Официальный компанияда былай бөлінеді. Авиаперевозка и ЖД перевозка, экспресс доставка болып бөлінеді. Мысалға, мен осыдан бір 2 сағат алдым, SDEC бар ғой, DHL-мен жұмыс істейтін мен бұрын. DHL-мен товар салатын, басқа жаққа елдерге товар салатын болсам. SDEC-ке салдым, Россияға товар салу керек болған. Сөйтсем, DHL санкцияның кесірінен кетіп қапты Россиядан. Сөйтіп, SDEC-мен товар салдым, официальный қағаз беріп, маған НДС барлығы ішінде деп ақша төлейтініңіз жазып тұрады ғой, сол накладной. В том числе НДС деп барлығы тұрды. Сол сияқты олар логистикалық компанияларда майда-шүйде затпен айналыса береді. Просто қымбат болады. Олар авиаперевозка екенді онда дейді. Иә, мысалға Москваға товар салдым, 3 немесе 4 күнде жеткіземіз деді Алматыдан. Жылдам да ол. Значит, ол деген ертең шығып кетеді ол товар. Бірақ доставкасы қымбат шықты. Сосын осы карго арқылы басқа мемлекеттерге де зат сатып алуды. Иә. Мысалы, Қытайдағы товарды 1000 болса, Қырғызстанға да сатып алады. Каргоның қызметін пайдалану арқылы. Дұрыс па? Егер де сен, мысалы, бізде қазір мынандай бар ғой, бізде каналымызға Қырғызстаннан да, Өзбекстаннан да жазатын кісілер бар, қызығатындар. Ол жерде вниманиені алуды. Ол енді біздің қазіргі уақытта біздің қолдан келіп жатыр, бізге жазып жатыр. Сол карго арқылы Қытайдағы затты заказ беріп, сразу Өзбекстанға немесе Қырғызстанға алып келуге болады. Иә, бізде қазір как раз компания Бишкекте офис бар айтпақшы. Бишкекте товар жеткіземіз, Өзбекстанға да товар жеткіземіз. Ресейге товар жетіп жатыр, бұйырса уже осы айдан бастап Белоруссия бар ғой, Белоруссияға товар жеткізумен айналысамыз. Ол дегеніміз Қазақстан ішімен айналдырмай-ақ прямой жеткізуге. Ол арзандау болады дейсіз. Мысалға былай, Өзбекстанға баратын товар Қырғызстан арқылы барады. Біздің Қазақстан арқылы өтпейді да ол. Шпармайлы фуралар. Олар сол Өзбекстан арқылы барады. Қырғызстан арқылы. Ал Ресейге біз арқылы кетеді товардың барлығы. Негізі Қытайдың өз границасы бар, немен Ресеймен байланысатын. Бірақ о жақпен апарған вообще не выгодно да, Қазақстанмен апарған выгодно болып шығады екен. Негізі бұл карго деген жолды ашып атқан сол Ресей ғой. Әйтпесем Қазақстанға ашылмайды еді ондай карго жол. Ресейдің пайдасы бар. Мысалы, Москва мен Алматының бағасы бірдей, Қазақстан бағасы. $2 келетін товар, о жаққа да $2 барады. Әйтпесем ара қашықтығы өте көп қой. Расход 2 есе көп кетеді деген секілді. Бірақ прямой барады. Прямой барады. Қазіргі таңда 9-13 күнде барып жатыр ғой Москваға, Қытайдан. Мысалы, машиналардың тасымалын жасап жатқан кімдер? Қайсы? Жеңіл молын. Автокөліктер. Ол каргомен келеді ол. Чаңғандар кіріп жатыр қаншама. Ол да каргомен келеді. Каргомен келеді, Харьковқа келеді, или Харьковтан бері қарай өткізеді деген секілді. Жалпы пересадка болады, иә? Қандай да жолмен болмасын. Иә, мысалға Ресейге кетіп жатқан товар Қытайдың фурасы прямо Ресейге кетіп қалмайды ғой. Біздің границада товарды артады Қазақстанның фурасына. Бірақ Қазақстан фурасы неге Ресейге кіре береді. Өйткені граница ашық ортада, визасыз режим. Сол секілді. Бұдан басқа да каргоның
тағы қандай тиімді жақтары бар мысалы айтылмай қалған? Мысалы біздің қазіргі жұмыс істеп жатқан карго ол Қазақстанның каргосы емес, Қытайдың каргосы. Қытайдың компаниясы. Жалпы Қазақстан каргосы бар ма? Қазақстан каргосы бар. Қазақ кісілер 10 жылдан бері істеп жатқан. Бірақ ол кісілерде бағасы қымбаттау болады да. Есеппен салыстырып көрсең де, Қытайдың ішіне кірген болар официальный болып? Документ жағын білмедім, бірақ олар Қазақстан арқылы жұмыс істеп жатыр да. Олар басында өздері Қытайда склад болмаған, через посредник істеген. Кейін жай өздерінің склады бар. Бірақ өздерінің ол жақта официальный склады бар. Екі компанияны білемін солай жұмыс істеп жатқан. Бірақ ол кісілер Қытайдан қарағанда, Қытай карголардан қарағанда сәл жұмысы баяу және қымбаттау келіп жатыр да. Сондықтан Қытайдың карголары мықты. Сосын карго тауарға не бере ме? Гарантия бере ме? Сынбай, майыспай? Иә, береді. Келуіне. Береді. Или бермейтін де тауарлар бола ма? Мысалға, былай. Бізде товар Қытайдағы складымызға келеді ғой. Қытайдағы складқа жетіп, тексерістен өтеді, бәрі нормально болса, сразу жүре береді да. Жолда келіп жатқан жолда бірдеңе болуы мүмкін, ол әрқашанда жақсы бола бермейді. Болған жағдайда ақшасын полный суммасын қайтарып береміз. Қандай зат болмасын, мысалға. Бірақ біз клиенттерімізге көбінесе айтамыз, кейбір клиенттер бар, бағалы заттармен айналысатын. Смартфон бар, оригинал смартфондар мысалы. Немесе оригинал фендер болуы мүмкін, 100 мың теңге тұратын. Оларға бөлек страховка істетеміз. Оның доставкасының бағасы кішкене қымбат болады да, но страховкамен келеді ол заттар. Оның заттың бағасына да байланысты. Иә. Страховка арқылы келеді да. Страховка болса, сол товардың полный стоимостың суммасын қайтарып береді клиентке. Ол страховкамен алдыртқан болса, клиент. Алдыртқан болса? Иә, мысалы, или барлығына ма? Жоқ, барлығына емес. Бағанағыдай айтқандағыдай ғой. Ол страховка тек қана қымбат заттарға, қымбат телефон соларға өндіріп береміз. Былай, мысалға сіз тумба алдырыңыз деңізші. Сол тумбаға біз тумбаңыз сынып келсе, ол ақшаны өндіріп береміз. Жаңасын заказ беріп береміз да. Келсеге болады. Иә, ол жағын уже келсеміз. Жалпы сыныпта бір клиент алмайды. Иә. Ол жағынан еш уайым жоқ. Үлкен ірі компания болғаннан кейін барлығының ондай жағынан басымызды алып қашпаймыз. Полный жауап береді до конца. Өзінің несін қорғап біледі. Иә. Репутация. Сондай. Ол қорғамайтын, андай жауапкершілік жоқ, через посредник істеп жатқан адам жоқ болып кетеді, телефонын өшіріп тастап. Оларды қалай ажыратады енді бастап жатқан адамдар? Парақшаларына қарай ма, қандай тексеру? Иә, парақшаларын қарайды. Біріншіден сол Қытайда мысалы Инстаграмы бар, Инстаграмды қарайды. Қытайдағы склад туралы видео бар, офис туралы видео бар. Қазір бізде көбейіп кетті ғой. Бір санды қояды, или экспресс деп қояды, карго деп ашып жібере береді. Олар карго емес. Мысалға біздің қазір складқа сондай бір 4-5 сондай карголар бар. Біздің складқа келеді, упаковка істелінеді, Алматыға алып келеміз да, Алматыда Ангарский жақта складымыздан алып кетеді ол каргосы бар адамдар, типа карго. Сол адамдар товарын тарқатады да клиенттерге. Ол кісілер де аз емес, жақсы пайда тауып отыр солай. Олар карго болып келсе де болады екен де, шағын онда сіздерге. Иә. Негізінде. Иә, ондай карголарға да товар әкеп береміз. Ең баға тиімді бағамен алып келіп беріп жатыр ғой, ол кісілер сол үшін бізбен жұмыс істеп жатыр. Қанша доллардан қанша долларға дейін, мысалы? Негізі ол конфиденциальный болып тұр да. Бірақ ориентировочный. 2.9 мен 3-тің арасы ғой. Мысалға, ол жерде товардың тығыздылығына қарамайды. Ол басқаша жолмен келеді ол ше, басқаша есептелінеді ол товарлар. Ол жерде күніне бір мысалы бір мини карго бар ғой, посредник арқылы, біз арқылы істеп жатқан. Олардың кемі бір күнде 100 кило товар жинайды бір күнде. Айына 3 тонна товар да, короче. Основном қазір Pinduoduo, иә? Иә. Ел үйреніп алды ғой бізде Pinduoduoға. Қазір бұрында әйелдер заказ беретін, қазір өзімізде заказ беретін, ол үйреніп алдық қой. Сосын жаңа телефон көтермейді, жоқ болып кетеді деген ғой. Майда бала карголар былайша айтқанда. Иә. Через бір. Значит,
қазір көп адамдар товар заказ уже сенім жоғалтып жатыр да. Мен заказ бердім, бірақ товарым келмеді дейді. Или созылды дейді 30 күнге, 40 күн. Ол значит жаңа ортадағы адам, Иә. Ол адам жауапкершіліктен қашып кеткен. білмейді ол адам товар қай Бірақ ол товар келіп қойды уже. Келіп қою мүмкін, или складтың бір шетінде қалып кетуі мүмкін. Ол ана жерде системада бір қызмет атқармағандықтан одан вообще ешқандай ақпарат жоқ та. Сосын ол білмейді, клиентке не деп айтарын білмейді, сондай ми ашу көп. Мысалы біз бағана мини карголарға товар әкеліп беріп жатырық дедік қой. Ол кісілер полный бізден спрос ала алады да. Біздің Қытайда мысалы мына жақта бір карго бола ма, оларға біздің складта, мынау Иу қаласында складта 15 грузчик бар. 15 грузчиктің бәрін қосып қойғанбыз, сол группа. Солай прозрачно жұмыс істейміз. Бәрі біліп отырады. Еще сайттар бар бағана, отслеживание. Барлығы бар. Біздің мынау үлкен объемдық товарлардың ондай сайт отслеживание ондай жасалмайды. Өйткені бұл үлкен объемдық товарлардан бірінші накладной жіберіледі клиентке, одан кейін WhatsApp-на уведомление келеді, Алматы қаласына келді деп. Ол анау сайт отслеживание деген 1 штук 2 штук товарларға да ол. А біздегі мысалы 2 кубтық товар болуы мүмкін. 2 кубтық товарға отслеживаниеден өткізіп жүрмесін, ішінде қанша штук товар болады деген секілді. Оларда отслеживание былай болады. Товарың шықты деп накладной жіберіледі. Товар шыққанын өзі біліп отырады. Одан кейін Алматы қаласына келді деп доллармен товардың тығыздылығын бәрін жазып жібереді. Клиент келеді да, доллар төлеп сразу алып кете береді. Оплата доллармен. Оплата строго доллармен. Каспий голдпен де болады, бірақ ол кезде курсқа қарай есептеледі. 1% қосылады деген секілді. Сосын мысалы қазір бізде бизнес бастауға деген ынта өте жақсы болып отыр қазір. Жалпы көп адам өзінің бизнесін бастағысы келеді, бірақ түбі келеміз да Қытайға тақалып қаламыз. Неге? Сырье Қытайда бар, станоктар Қытайда бар. Әлі келмеген станоктар қаншама да, бірақ Қазақстанда өтімді жақсы бизнес істеуге болатын. Вот бізден қандай көмек болады ондай адамдарға? Мысалға, станок не қалай айтсам екен, мысалға пластмасс шығаратын станок бар. Ол мусордан шығарады ше, мысалы. Грануладан. Вот мысалға сол станокты алдырып келсе, уже шикізат өндіре алатын болады ол кісі. Не только шикізат, ол тазик шығару мүмкін, одан бөлек бір шикізат Қазақстанға алып келеді. Жеке бизнес. Сондай станок алдырып, негізі солай бастаған дұрыс қой. Уже ана станокты Қазақстанға келіп қарап, өзіміздің қазақ жігіттерін шығару мүмкін ше. Небір қолынан өнер келетін кісілер бар ғой. Сол станокты өзіміз қайталап шығаруымыз мүмкін деген секілді. Бізде де темір бар айтпасам. Еще ол станок қалай пайдаланатынын жайлып видеоны алып бере аламыз, ол жағынан полный консультация болады. Мысалға сіз біздің клиентіміз болсаңыз, бізге келсеңіз, полный до конца консультация қылып береміз. Товардың бірінші стоимостын айтамыз, доставкасын бағасын айтамыз, қанша күнде келетін, одан кейін Қазақстанға келіп, ол станокты қалай пайдалану керек екенін білмейді ғой. Сол станокты сатқан Қытайдағы компаниямен ол жақта консультант болады. Сол біздегі сатып алған клиентті байланыстырамыз да, ортада бірге отырып, полный түсіндіріп береміз. Ол аппарат былай жұмыс жасайды деп. Сол секілді. Значит, ол станокқа обучение кімнен аламын деп ойындау қажет жоқ. Обучение сатып алу да қажет жоқ, оның бәрі сол товарды сатып алғанның ішіне кіреді. Жалпы заказ беру үшін қытайша білу де қажет емес, Сол біздің менеджерге байланысқа шықса болды. Біздің менеджер қытайша біледі. Қытайша, орысша, қазақша барлығын біледі. Ол кісілерге уже бізде анау сайтты ашып қарасақ, мысалға мүлдем түсініксіз болып тұрады ғой. Оларға полный түсінікті болады. Ана жерде мысалы кейбір клиенттер болуы мүмкін, товарный бизнеспен айналысады. Байқамай зат, мысалға бір заттың ерекшелігі болады. Мысалы мынандай свет болады. Свет, үш свет сіздің талабыңыз бойынша холодный, теплый, средний болып жану керек болса, сіз байқамай қытайша түсінбегендіктің арқасында екі түрлісін алып қойыңыз мүмкін да. Екі ақ свет жанатын. Комплектациясын дұрыс таңдамаңыз. Сол секілді да. Холодный, теплый деген сияқты шатасып кетуіңіз мүмкін. Үйтіп сіз ұтылып қаласыз да. Сол үшін жалпы фотолар бәрі бірдей. Жазу бірақ әртүрлі. Ол қытайша болғаннан кейін оның бағасы да бірдей болуы мүмкін.
бағасы да бірдей болды. Иә. Размеріне. Иә, серьезный товарларды сөйтіп алған жақсы кеңес. Ал анандай кішкентай носки, киім деген нәрселерді жалпы Pinduoduo'ға кіріп, складты белгілеп, бір купить кнопкасына басып жіберемін ғой. Болады ғой, иә, осылай жасауға да. Бір рет адресін тіркеп қояды ол клиент. Болды, өзің қаласынан. Мысалы үшін мен Pinduoduo'ны түсінбеймін, бірақ мелкий товарлар бар. Балама алам, анау мынау аяқ кием алам да өзіме. Бутси алам, гедір алам, не істеуім керек, қалай үйренем Pinduoduo'ны. Оны басқа жаққа барып үйреніп кеп, или негізінен қарасаң бәрі үйретіп жатқандар артынан бәрібір өзінің каргосын тіркеп жібереді біреулер. Иә. Жаңағындай. Сіздерде қандай? Мысал үшін Марат, келдім де Pinduoduo'ны білмеймін, бірақ товар алғым келіп тұр. Проблема не менде? Сізде Pinduoduo'дағы товар таңдай алмайсыз. Бағаны есептей алмайтын да кісілер болады мысалы. Және де ол сатушымен сөйлесе алмайсыз. Үйренуім қандай болады? Кім үйретеді маған? Енді қараңыз, сізге жалпы ең жеңіл жолы оны үйрену де қажет емес. Жаңа айтқан сияқты менеджерге шықса, каждый носкиде қиын болып кетті ме? Каждый носкиде емес. Жалпы үйрету ол жағынан қиындық жоқ. Сабақтар бар ғой мысалы. Көріп үйретіп жібере саламыз. Готовый сабақты тастап қою мәселесі. Мысалға келдім де мен үйрендім, Қасым Жомартты мазалап отырмаймын менеджерді. Мен не үшін дегенде кішкентай зат алып отырмын, ол жерде түсі көрініп тұр, қандай түс екенін. Сары түс, мынандай ақшасы көрініп тұр. Купитті басында, как Каспийдікіндей складқа барып түседі, болды, оған кеңесу қажет жоқ. Ал мен уже бизнеске бір станок алып отырсам, немесе бір $5000 бір нәрсе алып отырсам, уже жүгінуіме болады. Менеджер арқылы болса. Бағана Нұрекеңнің несін айтып берейін, сұрағына жауап берейін. Ол кезде видеоны бірінші регистрацияның видеосы бар, одан кейін қалай заказ беру керек, одан кейін қалай ұрым қамау керек. Мысалға отзывы көп магазин, қара белгі болса, қытайша сол официальный магазин деген сөз. Статустар. Иә, астында табір белгі болуы мүмкін. Бұл заттар да сатады ол жақта. Сондай ма? Иә, бұл заттар сатылады. OLX сияқты. Иә, Pinduoduo'да бұл деп қояды астына қытайшалап. Использованный деп ше. Біз оның қытайшасын түсінбейміз, бірақ купитті баса береміз. Баға арзан. Соны білсем болды ғой мен. Мысалы үшін қалындай регистрациядан өтем, магазиннің статусына қарап білем, и бұл новый товарларды ажыратып білем. И келе жатырғанына несін жолыны білем. Басқа не білуім керек? Иә, сол адрес, бірінші сол регистрация, одан кейін адрес тіркеу, барлығы жүйеге кіреді, системаны бір үйреніп аласыз. Одан кейін сатушымен сөйлесуді оп-оңай ол жерде. Сатушыға астында сообщение берілсіреді. Соны басып Google переводчикпен өзіңізге не керек екенін жазып. Иә. Инструкция тегін Pinduoduo'мен. Иә, ол жерде мелочь зат болғандықтан ұрып қалам демей алдырып, еш уайымдамай алдыра бересің да. Ал бизнесмендер олай жұмыс жасамайды ғой. Бизнесмендерді товарды мысалы біздің Қытайдағы складымызға келгенде бизнесмендерге под ключ жұмыс бар ғой қазір таңда. Под ключ деген ол бизнесмен зат сатып алады, сол Қытайда поставщиктен біздің складтың адресін көрсетеді да. Біздің складтағы грузчиктер, сол қызметкерлер товарды ашып, стандартқа сәйкес келе ма, сынып келмеген ба, жыртылып келмеген ба тексеріп, сосын барып упаковкасын істеп Қазақстанға жібереді. Бір заказ бердім, мысалға ашып тексеріп Қытайдың ішінде кейін орап жібереді. Жоқ, ол сіздің айтқаныңызға байланысты, сіз ашып тексере салыңыз. Иә, тексермеуі де мүмкін қонда. Сіз айтсаңыз соған қарай жұмыс істейді олар. Тексерген жақсы, сатуға алынып отырған товарды, может, ар жақтан сынып келді ма? Иә. И мен дәлелдеу қиын болады да, карго неге айтсам, может, ар жақтан сынып келген дейді, фото жоқ, сурет жоқ, дәлел қиын болып кетеді. Иә. Олар ашпайды ол, сіздің рұқсатсыз ашылмайды. Иә, мүлдем ашылмайды. Полный камера бар. Қытайда EU складында 58 камера бар ше, складтың ішінде. Полный тесік шырқ бәрі көрініп тұрады ғой. Сол секілді товарға полный жауап береді. Ол жерде енді жауапкершілік үлкен ғой. Жалпы карго жайлы айтатын болсақ, основном тек товар жайлы айтамыз, иә. Басқа айтатын түк жоқ. Жалпы енді осы каргоның основном енді клиенттерді біздің услугамыз сатамыз, иә. Иә. Өзіміз қызметіміз сатамыз. B2B-ге де сатамыз. Былай жекеге де мысалы. Иә, сол қазіргі таңда негізі бізде жеке бизнес, жеке кәдімгі сатып алатын кісілерді, оларда қорқыныш жоқ, көп проблема оларда емес, көп проблема қазір B2B бизнесінде, B2B бизнеспен айналысатын кісілерде. Мысалы Wildberries-пен товар сататын кісілер бар.
осы видеоны да көретін шығар арасында. Ол кісілер ФБС склад арқылы сататын, ФБО арқылы сататындар да, ФБС арқылы емес. ФБС склад дегеніміз Алматы арқылы сатуда. ФБО деген осы через Москва Калитина склад арқылы. Сол кәсіпкерлер былай жұмыс жасап отыр қазір. Через карго арқылы Қазақстанға алдырады, Қазақстаннан ар жаққа немен жібереді. ФБО лишний расход. Иә, екі расход болады да. Ол жерде бір палеттің бағасы 70 теңге, 60 теңге сондай болады. Салмаққа байланысты болады, ол жерде кубқа байланысты есептеп жібереді деген да Москвада. Сонда біз онда жүйеге қойып жатыр, қазір уже жұмыс бастап кеткенбіз, істей берсе болады. Біздің Қытайдағы складқа товарын жібереді. Қытайдағы складымыздағы адамдар тексеріп береді, товар сынбаған. Прямой Москваға жібереміз. Москвадан қай складқа апару керек екенін айтады өзі, или сол біздің Москвадағы складтан алып кетеді товарды. Сірә расходқа алып тастайды 60 000 теңге бір палеттің ақшасы. Иә, ол жерде үлкен суммаға, үлкен объемда товар болғандықтан. Керемет. Ол іске қосылмады ғой қазір. Істеуге болады. Істеуге болады. Қазір былай істеп жатыр оны. Қазір Москваға товар жеткіземіз, біздің склад бар осы жақта. Москвада склад емес, Южная ворота деген жер бар. Барахолка сияқты жерде үлкен бүкіл карголар барады, сол жерге барып заттарын тастайды. Фуран тентін шешіп тастайды да, сол жерден тарқатады. Иә, бәрі алып кетеді. Кім ашық далада аңғарға барып тоқтамайды. Уже солай үйреніп қалған. 15-20 жылдан бері солай істеп жатыр. Москваны системаны білетіндер біледі өздері. Иә. Солай. Қазіргі таңда Москваға жеткізіп жатыр товарлар. Алматының бағасымен бірдей, төмен бағамен. Жету уақыты сол 9-12 күн болып жатыр енді. Мысалы, арасында мынандай уақыттар болып қалады. Логистикамен, каргомен товар алдырмаған адамдар түсінбейді. Мысалы, 29-нан келесі айдың октябрьдің 5-іне шейін граница жабық болады. Граница жабық болады, праздникті. И товарлар задержка болады 4-5 күн. 4-5 күн кешігіп келеді алдыңғы уақыттан. Осындай мерекелерге қарсы кездері товарлардың кешігіп келуі болады. Оның бәрін ескертеміз ғой. Иә. Алдына. Оның бәрі ескеріледі. Ол сонымен тамамдайық енді Құдай қаласа. Жалпы карго жайлы барынша айттық деп ойлаймын. Қасым мырза, сіздің компанияңыздың аты қандай? 077 Херун компаниясы. Ол 077 карго, біздің каргоның аты неге 077 десеңіздер, Қытайдағы біздің көшенің, сол складтың адресі 077 үй да. Бірінші салынған жері. 077. Мысалға Пушкина 36 деген сияқты 077 деген. Ол компания мысалы үшін Қытайдағы сіздер ұсыныс тастап көрдіңіздер ма? Ол карго почта емес қой олар, тоже Қытайдың ішінде почта ма? Pindodo'ның шарттары бойынша өздеріне только поштаны қосады, дұрыс па? Оның үшін мен Pindodo'мен байланысуым үшін компьютер системаларым болу керек. Мысалға Pindodo менің Pindodo'мен олардың программасы синхронизация болу керек. Ішкі несі. Сондай нелері бар. Отделениялары болу керек. Мынаяқтағы отделениялары болу керек. Соған байланысты қосыла алмай отыр ма? Не үшін қосыла алмай отыр? Официальный Pindodo'мен өзіне. Басқа да компанияларды айтып жатсыз ба, неге қосылмай жатыр деп? Жоқ, именно 077 Pindodo'ға. Ол мысалға біздіңкі қызық емес па? Қызық емес, біздікі сол B2B-ге қызмет етіп үйреніп қалған ба, до конца сонымен барамыз деп бар. Ритейл қазір өсіп баратыр дедің ғой өзің. Жоқ, ритейлға енді бір жылдан кейін олардың Қытайлардың ойында вообще, мысалы қазір біз бастық емеспіз ғой, біз Қазақстандағы дистрибьютормыз ғой енді. Ол бастықтардың басына онда идея келмеген әлі. Ол кісілерге мына жақтан түсіп жатқан пайда да жетіп жатыр да Қытайларға. Сіздер прямой шығып тұрып, мысалы үшін қазір мыналардың статистикасы бар ғой қолыңызда, мысалға маған айтуы бойынша бір компаниялар күніне 8000 мелкий пакет заказ алып жатырмыз деді. Күніне 8. Сол сандарды айтсаң ол қызық болмай ма оларға? Бұйырса ертең Қытайға баратырық қой. Соның барлығын ақылдасып, ол компания бұған ойланып жатқан жоқ, вообще бұған фокус қойған жоқ қой. Ертең барып барлығын сөйлесеміз да соны. Мыняқа бірақ оның үшін қаражат құю керек болады да, кәдімгідей отделение ашу керек, каждый несіне, оған дейін ішкі системалары, жаңағындай программаларды синхронизация болатын ішкі. Ол жағынан бағанағыдай программа жағынан
және де қаражат жағынан мүлдем проблема жоқ Қытайларда. Олар бізден 20 жыл 30 жылға дамып кеткен. Қаражат көп жалпы. Қаражат көп, өте көп. Просто идеяны тастап дәлелдеп білсең болды, иә. Жұмыс, реальный жұмыс болса болды ғой, олар бүкіл нәрсеге дайын. Түйіндей сұрақтарға, нелеріміз түйіндеп кетсек онда. Жалпы карго арқылы Қазақстанда да бірталай бизнес істеуге болады. Иә. Бизнестің бәрі осы каргомен деп айта берсек болады. Түбегейлі. Иә. Производство. Ал сату әртүрлі болуы мүмкін. Иә. Товар келу жолы да осы. Жалпы енді білмеймін, барынша карго жайлы толық ашық айттық деп ойлаймын. Сұрақтар болса комментарияларға жазып кетсеңіздер, астында сілтеме бар. Қасым Жомарт және жаңағындай сұрақтар болса Маратқа қойсаңыздар болады, Телеграмға өтіп. Жалпы комментарияға және астындағы сілтемелерге дополнительный тастап кеттік, достар. Немесе ең жақсы деген сұрақтарға келесі көрсетілімде де бір уақыт бөліп жауап беріп кетуге де болады. Иә. Арнайы. Қош болыңыздар. Жақсы.